Сәлем Қосақ жобасының көрермендері. Қосақ жобасында мен тек қана қосылып қатысушылар емес, экс қатысушылардың да өмірлерін байқап отырамыз. Себебі бізде Қосақ жобасында қосылды, сонда барлық махаббат хикаяларын көрдік, білек деген секілді. Соның біреуі біздің экс қатысушы Айгүл. Айгүл өздеріңіз білетіндей көрермендердің көзайымына айналған қатысушы. Жақында ғана Гүлжан екеуі жұп болды, қыз бен жігіт болды, бірақ өкінішке орай дос болып қалды. Және де айдана тікелей эфирге шығып өзінің жалпы ойларымен бөлісті. Күні кеше ғана Гүлжан туралы көптеген сұрақтар қойылды, бірақ Айгүл былай деп жауап берді: менің өмірімде ешқашан да ухажер жігіт болған емес деген секілді сондай бір сөзді айтып қалды да, қайтадан бірнеше рет айтты. Және де көрермендер сұрақ қойып жатыр, қарап отырған адамдар: Гүлжан сонда қайда қалды, Гүлжан сонда сенің ухажерің болмады ма деген секілді. Және де ол сұраққа Айгүл өзінің жауабын берді. Және де сол тікелей эфирден үзіндіні видеодан кейін қалдырып кетемін. Жалпы өздеріңіздің ойларыңызды қалдырып кетіңіздер. Сіздер бұл жайлы не ойлайсыздар? Мен пока. Екі слишком болып кетеді. Я бір ғана салдыру керек, бір ғана. Я уже үйін болушы еді, әке шешем болса дейді. Әрине. Болатын еді ғой. Шашқа ақ түсіп тұға дейді. Оңай ма? 1400 адаммен сөйлесіп отыр деші. No. Әке шешенің орны бөлек қой дейді. Конечно, бөлек. Ухажерім бар ма дейді. Достар, мен өмірімде ухажерім болмапты. Мен сіздерге осы бір нәрсені айтайыншы. Өмірімде менде ухажер деген нәрсе болмапты. Тыныштық па? Мына тыныштық болып отырмыз. Бәсе сондай бірдеңесі болып тұр ғой. Түсінбей қалғансың ғой. Жоқ, ухажер деген сіздер қалай түсінесіздер? Мен өмірімде ухажер болмаған. Вот мен сіздерге конкретно кәдімді 200% айта аламын. Мен өмірімде ухажер болмаған. Мен смело айта аламын, короче. Қай сөйлескен жігіт кеп маған: саған мен осыны алып бердім, қалай сен айта аласың, то что ухажер болмады деп, любой кеп бетіме айтсыншы. Oye, baby, no seas mala, no me dejes con la gana. Se escucha en la calle que ella no me quiere, ven y dímelo en la cara. Pregúntame quien tú quieras, yo te juro que eso no es así. Nunca tuve nada. Қосақта қатысушылармен жоқ. Иногда арасында бүйтіп сөйлесіп қаламыз, кездесіп иногда. Байқайсыңдар ма, құрсын соңғы күндер вообще үйден жалғыз тұрасың, 2 баламмен тұрам. Соңғы кездер вообще былай жан-жаққа жалпы бүйтіп қыдырып шықпайтын болдық қой. Рахмет. Спасибо. Байқадыңдар ма? Жоқ, ухажер деген не сендер үшін айтыңдаршы? Сендер үшін не зат ухажер деген? Мысалы, мен өзім конкретно ухажер жасайтын тірлігін айтайыншы, ухажердің. Міне осыны ухажер деп айтуға болады деп. Кімді ухажер деп айтуға болады? Мен өзім ойым. Егер де саған ол сенің қасында жүргеннен бөлек, егер де мен жігітім мен қасымда жүріп,
Екеуміз бірге мысалы шетел болсын, ладно, шетелден бөлек әңгімеледі. Екеуміз бірге тамақтанып барып, дұрыс па? Екеуміз бірге шетелге барып, болмаса бір жерде қыдырып жүріп, сол нәрсенің бәрін бірге сезінетін болсақ, ол нәрсе оған да, маған да, екеумізге де эмоция беріп, ортақ нәрсе болса, ол бір сені ухажерым деп айта алмаймын мен. Ал вот конкретный ухажер, саған ол сыйлықтар, ол мысалы өзінен бөлек ол саған жақсы болсыншы, осы сенде болсыншы деп саған бергені, осы сенде приятно болсын, осы қуансын деп саған берген заттар. Ал сен қасында жүріп бірге тупа тамақтанғанын, үйткенін, бүйткенін, оны өзі де көріп жүріп, сезініп жүр ғой сенің қасында жүріп деген сияқты. Мен не айтып жатырмын, бұл жақ не айтып жатыр, өздері айтып алады. Ухажерім бар ма дейді. Маған достар, маған егер де натуремен үйленетін жігіт, мен тұрмысқа шығатын жігіт, добрый болады, обязательно. Осы бір үлкен не. Добрый и щедрый. Бірінші очередьте добрый. Кәдімгі мен оның добрый болып тұрған түрінен, көзінен көрім керек қой. Көзіне қараймын ғой, мен адамның көзіне бітіп қараған кезде добрый болып тұрса, көзі тартымды болып ше, күшті ғой. Добрый и щедрый болу керек, достар. Ал қанша еркек, қанша бай болып тұрса да, ол бірақ щедрый болмаса, оның не керегі бар ертең әр берген затына миыңды ашып, мен саған бүйткем, сөйткем деп отыратын адам. Тонкая линия, края, забыл вчерашний день. Прости меня. Шашым өзіндік, мазундығым бәрі. Я еще мен недавно қысқарттым ғой, байқадыңыздар ма? Жаңағы сұрағым жауапсыз қалған. Айдони біліп тұрсың ғой сен де. Біліп тұрсың ғой.